Бала кезімізде ойыншық жай ғана көңіл көтеру құралы еді. Бірақ кейде кейбір ойыншықтар сырт келбетімен, беймәлім қасиеттермен тіпті түнгі түсімізге еніп, жүрекке үрей ұялатады. Соның бәрі бүгінде әлемді дүр сілкіндірген миллиондаған қаралым жинап, жас өспірімдерге қорқыныш сезімі сыйлаған Лабубу ойыншығы. Сәлем достар, сіздермен бірге Сұлтанус арнасы. Алдыңғы видео ең күшті қаралым жинады. Сол үшін біз бүгін екінші бөлімін түсіреміз. Лабубу сұмдықтарын және шығу тарихы осы видеода да. Достар, басым өтіп лайк басып арнаға жазылып кет. Және ең керемет комментарий жазып 5 теңге ұтып ал. Ал бұл адамдар 5 теңге ұтып алуға шанс бар. Достар, онда көп ұзамай бастайық. Өзіңіз бірге шай, печенье алып осы видеоны көріңіз. Онда біз бастаймыз. Лабубу алғаш Қытайдағы Pop Mart компаниясы арқылы жарық көрді. Бұл аты әлемге танымал дизайнерлік ойыншықтар шығаратын бренд. 2019 жылы белгілі иллюстратор Кейсинг Лунг ойлап тапқан. Monster коллекциясында Лабубу алғаш рет көрермен назарына ұсынылды. Оның бет әлбеті ерекше, үлкен құлақ, тістерін көрсеткен күлкісі, кішкентай денесі және қиялы көздері. Алғашында бұл ойыншық сүйкімді әрі жинауға болатын коллекция деп бағаланды. Әлемнің түкпір-түкпірінен жастар соны сатып ала бастады. Бірақ уақыт өте келе Лабубу жайлы беймәлім күштерді қозғайтын, адамның психологиясына әсер ететін әңгімелер тарала бастады. Түнде тірілетін тіршілік иесі ме? TikTok пен YouTube желілеріндегі мыңдаған видео тарала бастады. Кейбіреулер Лабубудың қозғалған сәттерін, көзін ашып жұмғанын, кейбірінде иесінің артынан қарап тұрғанын көрсетеді. Ең қорқыныштысы, Лабубу түнде жалғыз қалған адамның бөлмесінде аяқ астынан пайда болады деген әңгімелер. Бір бала Лабубуды төсек жанында қалдырып ұйықтап кеткен. Таңертең оянса, ойыншық басқа жақта орын ауыстырып тұр. Ол камера қойып тексеріп көрген. Түн ішінде Лабубудың басы баяу қозғалғандай болыпты. Бұл видео миллионнан астам қаралым жинап, Лабубу тірі деген пікірлерді тудырды. Жазылмаған ереже. Лабубу мен не істеуге болмайды. Интернетті қолданушылар бірнеше қорқынышты ереже ойлап тапқан. Лабубудың көзіне қарама. Ол сенің жаныңды сезіп алады. Бөлмеде жалғыз қалдырма. Оның тылсым қуаты сенің әлсіз сәтінде еске алады. Оның көзін бояма, киімін жыртпа. Ол бұны қорлау деп қабылдайды. Мұның бәрі шын болмаса да, адамдардың бойына үрей салып, Лабубу айналасындағы атмосфераны өзгертті. Қорқынышты деректер мен фейктер. Кейбір елдерде мектепте Лабубуды әкелуге тыйым салған. Себебі оқушылар ойыншықтың кесірінен түнде қорқынышпен ұйықтап, психологиялық күйзеліске түскен. Кейбір адамдар Лабубуды көру арқылы түнге үрей бастамасына панический атака ұшыраған айтқан. TikTokта Лабубудың қар сатқан нұсқасы бар делінеді. Ол қара көзді, киімі жыртық, ал аузы қанға боялған. Бұл ойыншық еш жерде сатылмайды, тек қорқынышты эксперименттерде кездеседі дейді. Бұл хайп па әлде шындық па? Әрине, көп нәрсе қойылым мен монтаждан тұрады. Видеолар, хоррор контент жасау үшін арнайы түсірілген. Бірақ адамның санасы сенгіш. Әсіресе балалар мен жасөспірімдер фантазияны шындықпен шатастырып жібереді. Сондықтан да Лабубу жайлы аңыздар кең тарап кетті. Бірақ бір нәрсе анық. Лабубу жай ғана ойыншық болса да, интернеттің ең қорқынышты феномендерінің біріне айналды. Бұл оның ерекше дизайны мен адамдардың үрейге деген қызығушылығының нәтижесі. Лабубу бұл жай ғана маттан тігілген ойыншық емес. Ол бүгінгі заманның қорқынышты кейіпкерлеріне айналған интернет аңыздарының символы. Адамдар оны сүйеді, қорқады, түсінде көреді. Және ең қызығы сол қорқыныштан ләззат алады. Бұл адам психологиясының бір қыры. Біз шындықтан гөрі елеске сенуге бейімбіз. Лабубу бізге сол қиял мен шындықтың шекарасында өмір сүретін жаңа заман ойыншығы екенін көрсетті. Сенің Лабубуң бар ма? Ол қазір қайда қарап тұр? Достар, осылайша біздің видеомыз аяқталды. Қош сау бол.
Sultanus, Sultanus, Тарана кажется like бас. Sultanus, Ютубер красавчик.